90 наурызда келеді. Наурызда келеді. 90-ға келеді. Бір жағы қасиетті Рамазан айы деп, бір жағы келін шай ішсін деп, бір жағы көңіл шайы болсын деп, мына жақта. Бағда жеңшеміз Алла разы болсын, кеше өткенде шақырған кезде енді қалай болады, жұрт қалай ойлайды, халықтан шалықты дұрыс менің барғам деп сөйтті да, мен керісінше айтып жатырмын. Қазақта ақ жабу деген бар. Қара жамылып отқан үйге ақ жауып, қонаққа шақырып, қырқын өткіздіңіз, тірі кезінде алақаныңызда салып жүрдіңіз, баптадыңыз, дәрмегіне шейін не ішіп, не жейтін, қандай ас ағаның денсаулығына пайдалы екеніне шейін бәрін біліп, ескеріп, бір сөзбен айтқанда керемет баптадыңыз. Енді бөтен ешкім жоқ, Алтынбек көке, Тұңғышбай аға, Ұлықбек аға бастаған осы ұйымшыл ұжым, өзіңіз бас қосамыз, келіңіз, бөтен ешкім жоқ деп өзім қолқа салдым. Енді қазақта ақ жабу деген бар. Енді өлгеннің артынан өлмек жоқ, өмір бар жерде өлім бар, оған көнеміз. Аллаға қарсы шықпай, жайлап шығып, басыңызды көтеріп, еңсеңізді тік ұстап, осы көпшілікпен араласып, көңіл шайға келіңіз деп мен қолқа салдым. Әйтпесе бұл кісі қысылды, ыңғайсызданды, жемтірілді. Алла разы болсын, енді тек жақсылық болсын. Шында өлмейтұғын із қалдырып кетті ғой. Біз ол тұлғалардың көшін бастап, қазір біздің көз көрген заманымыздың зиялылары, Тұңғышбай ағаларымыз бар. Алла жар болсын, аман болайық, қасиетті айдағы барша дуа тілектеріміз қабыл болсын. Еркін ойнап күліп отырыңыздар. Енді Асекең өздеріңіз білесіздер, шариғаттан да сыр шертіп отырады, бірақ юморы да бар, өнер адамдармен тығыз байланысты. Бұл кісіге де қашан дәм берем, қашан дәм тартады үйден деп жүредік, міне Алла бұйыртып. Зейнеп Ахметова анамыз келу керек болған, Асыл Осман анамыз келу керек болған. Сондай. Бексұлтан Нұржекеев ағамыз келу керек болған. Сол денсаулығына байланысты Дарик апамыз келу керек болған, ол кісі денсаулығына. Досхан ағамыз бен Қарагөз әпкеміз келу керек болған. Мына стол әлі де былайырақ созылу керек болған ғой ары қарай. Сосын осылай ықшамдадық, жарайды деп. Шүкір енді, салдағы уақытта кездесіп жатармыз. Жақсылық болсын, той болсын, келін түсіріңіздер, қыз ұзатыңыздар. Ал Астана алып отырыңыздар, шай тазыстырып қол көтеріп отырыңыздар, ұялмаңыздар, өздеріңіз үйлеріңіз. Міне. Бүгін бір күн әрең таптық, сапардан келдік. Кеше оралда. Бүгін таңертең ұшып келді ғой сен. Таңертең ұшып келді. Самолет кешіп қалмас па екен деп уайымдадым. Бүгін сол түсімде көріп жатырмын ғой, түнгі 12 болып кетті, сіздер үйге келіп қойыпсыздар екен дейді. Жоқ, кеше келгенімізден алдық. Түсімде кірісталдық. Кеше спектакльде болғанбыз.